Айдананың қуыршағы 11-ші бөлім. Олар сендерге не істеген, деді қуыршақ. Тырп ете алмайтындай боп торға таңылған туыстарын көргенде. Ауырып тұрмын, деп ыңырсыды бірі. Бұлардың саны бір ауылдай еді. Қатар-қатар тізіле мұқият орналасқан. Қайсысынан жөн сұраса да тек ауырсынып тұрғандарын айтты. Күңіренген, ыңырсыған, ауырсынған дыбыстан басқа жауап ала алмады. Тек шеткеректегі оңаша бір көшедей болып тізілген топ сергек көрінді. Дауыстары да анық. Айдана мен қуыршақ солай қарай жүзді. Жөн сұрады. Арасындағы ірірек біреуі: «Бері кел», деп дауыстап қуыршақты шақырып алды да: «Мынау екі аяқты қайуанды қасыңа ертіп жүргенің неткенің?» деді таусыла сөйлеп. «Ол менің деп күмілжіп қалды қуыршақ. Шынымен де ол Айдананы кімім деп таныстырарын білмеді. Ал екі қуыршақтың өзара сөздерін Айдана түсінбеді. Түсінбесе де оларға мейіріммен қарап тұрды. «Кімің болса да айтайын, бұл адамдар біздің ата жауымыз. Соны еш уақытта есіңнен шығарма. Тұқымымызды тұздай құртып, ата сақалымыз аузымызға түскенде бізді тар құрсауына матап ұстап отыр. Олардан өлмей құтылмаймыз, соны түсіндім», деді. «Неге байлап ұстап отыр, соны түсіндірші», деді адамдардың іс-әрекеттерін түсіне алмаған қуыршақ. «Бер жақында», деді де әлгі қуыршақ кеудесін ашып, ар жағында оқтай тізіле жылтырай көрінген маржандарын көрсетті. «Мына ақтастарды адамдар оп-оңай алып тастайды. Менің ішімде де біреу болып еді, Айдананың әкесі алып тастап, жеңілдеп қалдым», деді қуыршақ мына замандастарына адамдардың бәрі бірдей жаман емес екенін түсіндіргісі келіп. «Көп ақтас», деген Айдананың шошынған дауысы қатты шығып кетті. Бірден: «Оны менің әкем алып тастай алады», деді қуыршаққа көмектескісі келіп. «Бар құпия осы ақтастарда болып тұр. Анау бауырларың аза бойы қаза болып, неге күңіреніп жатыр деп ойлайсың», деді қарт қуыршақ. «Білмедім, біреуі жөн айтпады», деді біздің қуыршақ. «Оларды теңізде емін-еркін сайран салған жерінен мынау қасыңа ерткен адамыңның туыстары ұстап алып, ішіне әр қайсысы сенің көзіңдей болатын 20-ға жуық моншақ салып, осында байлап қойды», деді. Қуыршақ шошып кетті. Баяғы өзінің ішіне құмның түйіріндей паразит түскенде ауырсынғанын есіне түсірді. Оның қасында әр қайсысы менің көзімдей болатын 20 моншақ салса, мына бауырларымның шықпаған жаны ғана қалып тұр екен-ау деп аза бойы қаза болды. «Не үшін?» деп темір торды шайқап қарт қуыршаққа төне түсті. «Менің көрген қиындығымның біреуін де көрген жоқсың», деді қарт. «Адамдар көрсетті ме ол қиындықты?» деп айқай салды қуыршақ. Ол шыдай алмай кеткен еді. «Иә, анау сенің қасыңа ертіп жүрген адамның бізге көрсетпеген құқайы қалмады», деді қарт қуыршақ. Қуыршақ Айданаға қарап еді, ол күле қарап қолын бұлғады. Шолт бұрылды қуыршақ. «Айт Қанекей, еш нәрсені де жасырма. Олар мына бауырларымды неге тізіп байлап тастады? Өлтіргісі келсе ұстап алып бірден өлтіріп тастамай ма? Адамдар бізді байқаусызда ұстап алып, ішімізге әр қайсысы сенің көзіңдей болатын 20-ға жуық моншақ салып, осында байлап қойды. Біз ол моншақтан құтылу үшін, өз денемізден шығарып тастау үшін майлап әуреге түсіп әлекпіз. Біз майлаған сайын моншақтың көлемі өсіп, ірілене түседі. Арада біршама уақыт өткенде адамдар келеді де, сол моншақты өздері суырып алады да, орнына қайта моншақ салады. Соған қарағанда оларға біз емес, біздің ішімізде тұрып майға бөккен моншақтар керек-ау деп ойлаймын. Міне, менің ішіме 3-ші рет моншақ салды», деді. Қуыршақ шыдай алмады. Шолт бұрылды да Айдананың жағасына жармасты. Оның қолының қуаттылығы сондай, Айдана тұншығып қала жаздады. 11-ші бөлімнің соңы. Жалғасы бар.